жағдай болған. Ал енді біз консерваторияны бітірген соң Клара оқып жүріп, екеуміз президент оркестрінде жұмыс жасадық. Сол кезде біз басқа жатақханада тұрдық. Жандосов көшесі 59-шы үйде тұрдық. Сол кезде үнемі күлетіміз жаңағы вахтерша деп айтып отыр ғой енді. Вахтадан кіргізетін апайдың да аты Клара болатын. Енді ең қызығы жаңа Көкбазарда алтын сақинаңыздан айырылып қалыпсыз, соны туралы айтып берсеңіз. Ол енді өте қызық жағдай. Көкбазарға бір шаруамен барғам. Содан жаңағы алдымнан бір сыған шыға келді. Қолыңдағы жүзігіңді берші деді маған. Қазір мен сол жүзікке қарап, сенің тағдырыңды болжап айтып берем деп, сөйтіп шешіп, бірдеме деп айтты. Сосын қарасам, қолында жоқ жүзік. Ол жүзік сенде, сен кешкі 5-те үйге барсаң, жаңағы бір стаканға су құйып, стаканға қарап айт дейді. Рыба с водой, кольцо со мной деп айт дейді. Сөйтіп қолыңды ашсаң, жүзік болады деп мен стаканмен суды әкеп қойдым. Аны кәдімгідей түрім серьезный болып айттым жаңағыны. Рыба с водой, кольцо со мной деп. Қолымды ашам жоқ, қолымды ашам. Сонымен ол жүзік кетті садақаға. Енді сіздің жауаптарыңыз дұрыс па, тыңдап көрейік. Сұрақтардың жауабы. Бірінші, сен менің есімді ең алғаш радиодан Фариза Оңғарсынова апамыздың сұхбатынан естігенсің. Екінші, екеуміз тұрған жатақханадағы вахтерша апайымыздың есімі Клара Мұхтаровна. Үшінші, кольцоңнан, сақинаңнан айырылып қалғанда сығандар саған рыба с водой, кольцо со мной деп үйге барып, алақаныңды ашқан кезде сақина қолыңда тұрады деп айтқан болатын. Дұрыс жауап беріпсіз. Ал құру мәнін тыңдасақ дейміз. Қазір біздің студиямызға арнайы орындаушылар келіп отыр. Сен менің бақытымсың, бейтаныс